сәлеметсіздер ме 3-ші сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен Science 3 кітабы бойынша 6-шы тарау Explorers and Inventors тарауына арналған кезекті БЖБ жұмысының жасалу жолымен және де жауаптарымен таныс боламыз. Бұл тапсырма екі құрылымнан тұрады екен: listening and writing. Listening дегеніміз тыңдау, яғни сіздерге мынау Марко Поло туралы мәтінді тыңдауға береді, және де осы мәтін бойынша сіздер мына төмендегі 5 сұраққа жауап беруіңіз қажет. Let's read and translate the text. Marco Polo, the famous explorer, was born in Italy in the 13th century. Марко Поло танымал жаңағы өнертапқыш. Ол 13-ші ғасырда Италияда туылған. When he was 18, he traveled to China with his father and uncle. Ол 18 жасында өзінің әкесі және де көкесімен бірге Қытайға саяхаттаған. It was very dangerous journey and they were very happy when they came to Beijing. Бұл өте қауіпті саяхат болған. Олар жаңа Бейжің қаласына келген кезде өте қуанышты болған. Marco lived in China for 17 years and learned lots of interesting things. Марко Поло 17 жыл бойы сол Қытайда өмір сүрген, сөйтіп көптеген нәрсеге үйренген. He came back to Italy with lots of beautiful things. Ол сөйтіп Италияға көптеген әдемі заттармен қайтқан. He wrote a book about his adventures. Ол өзінің жаңағы басынан өткен оқиғалар туралы кітап жазған. The stories were so amazing that many people thought they weren't true. Жаңағы оның кітабындағы оқиғалар сондай керемет болған, көптеген адамдар жаңағы бұл шындық емес деп ойлаған. Now traveling is so easy. Қазіргі кезде саяхатта өте оңай. We forget how difficult and dangerous it was long ago. Көптеген жылдар бұрын оның жаңа қандай қиын және де қауіпті болғанын біз қазір ұмыттық. Now let's answer the questions. The first question: Who was Marco Polo? Marco Polo кім болған? He was an explorer, yes? Next, ол зерттеуші болған. Next, second, what country did Marco Polo visit when he was 18? Ол 18 жасында қандай елге барды? China, Қытай. This is, how did Marco, his father and uncle feel when they came to Beijing? Марко Поло, оның әкесі және де көкелері Бейжіңге барған кезде не сезінді? Happy, қуаныш сезінді. The first, what did Marco Polo write about his adventures? Марко Поло өзінің жаңағы басынан өткен оқиғалар туралы не жазды? A book, кітап жазды. The fifth, why did people think that the stories in the book weren't true? Адамдар не үшін жаңа кітапқа жазған оқиғалар шындық емес деді, себебі олар таңғажайып болды. Amazing. Now, task 2 writing. Екінші тапсырма жазылым. Choose one invention or nice idea from the pictures and answer the questions. Төменде берген 4 суретте, бұл өнер табыстары, жаңадан ойлап табылған. Осы өнер табыстарын таңдап, біреуін сол туралы 4 сұраққа жауап беруіміз қажет. What is it? Бірінші сұрақ ол не екен? The next, екінші сұрақ, is it a nice, useful, silly, dangerous, clever, easy, difficult invention? Бұл қандай өнер туынды? Бір сын есіммен жауап беруіңіз қажет. Nice, жақсы, useful, пайдалы, silly, ақымақ, dangerous, қауіпті, clever, ақылды, easy, оңай, difficult, қиын. Осы сын есімдерді пайдаланып, сіздер өнер туындысын сипаттап жазуыңыз қажет. The third, is this invention popular in Kazakhstan? Бұл өнер туындысы Қазақстанда танымал ма? The first, do you like this invention? Бұл өнер туындысы сізге ұнайды ма? Ұнаса не үшін ұнайды, ұнамаса не үшін ұнамайды? Сол бойынша жауап беруіңіз қажет. Бұл жерде мен сіздерге мысалы роботты таңдайық, ол не?
This is a robot from France. Яғни бұл Франция елінде ойлап тапқан өнер туындысы. Және де енді бір сын есіммен ол қандай туынды екенін сипаттауымыз қажет. It is a clever invention. Бұл ақылды өнер туынды. The third, яғни бұл Қазақстанда танымал ма? Егер бұл бізде Қазақстанда танымал болса, иә деп жауап бересіз, жоқ болса, жоқ деп жауап бересіз. Yes, this invention is popular in Kazakhstan. No, this invention isn't popular in Kazakhstan. Next, бұл өнер туындысы сізге ұнайды ма? Егер ұнаса, yes, I like this invention because it's unusual. Яғни бұл өнер туындысы маған ұнайды, себебі ол ерекше деп, немесе useful десеңіз болады, пайдалы, yes? Useful. Next, ұнамаса, no, I don't like this invention. Бұл өнер туындысы маған ұнамайды, because it's dangerous. Себебі ол қауіпті деп жауап берсеңіз болады. Осымен біз explorers and inventors тарауы бойынша кезекті БЖБ жұмысының жауаптарымен танысып болдық. Егер сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.